Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 130-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық ойын туралы не білемін? В дыбысымен әрпі деп аталады. Бұл сабақта сен мәтін мазмұн сурет бойынша болжайсың, мұғалімнің көмегімен тасымалдауға болатын, болмайтын сөздерді ажыратасың. Ойлан тап. Вагонда бар, ұшақта жоқ. Ваняда бар, Саняда жоқ. Бұл қандай әріп деп ойлайсыңдар балалар? Әрине, бұл В әріпі. Біз өткен сабақта В дыбысымен, әрпімен танысқамыз. В дыбысының дауыссыз дыбыс екенін білдік. В дегенім вокзал, онда темір жол бар. Тіліс тарту жаттығуын жаттап алайық балалар. Енді балалар, В әрпі бар сөздерге дыбыстық талдау жасайық. Вокзал. Вокзал. 2 буын бар. 6 әріп бар. 6 дыбыс бар. Оның 2-і дауысты, 4-і дауыссыз дыбыс. В әрпі сөздің басында тұр. Келесі сөзіміз біздің аквариум. Аквариум. 4 буын бар. Оның 8 әріп, 8 дыбыс бар сөзде. Оның 4-і дауысты, 4-і дауыссыз дыбыс. В әрпі сөздің ортасында тұр. Енді екінші тапсырма. Өлеңді жатқа айт. Вагон сөзіне дыбыстық талдау жаса. Ал балалар жүрелік, вагонға тез-тез мінелік. Айналып өтіп бұл жерден баратын жерге жетелік. Үшінші тапсырма. Ат жарысының жеңімпаздарына берілген заттың не екен жұмбақты шешу арқылы табаласың. Үй ішінде бөлме. Бөлме іші көлде. Түрлі ұсақ балық жүзді сайран салып. Бұл не деп ойлайсыңдар балалар? Бұл жұмбақтың шешуі туралы не білесіңдер? Төртінші тапсырма. Әр вагонға тиісті сөздерді орналастыр. Балалар, бізге паровоздың вагондары берілген. В мен Е вагондары. Енді мынандай сөздер берілген. Эстафета, электровоз, эшелон, экипаж. Волейбол, паровоз, вазелин, вокзал, вальс. Тиісті сөздерді әр вагонға орналастырайық. Енді бүгін біз тасымал деген затпен танысамыз. Егер сөзді жазған кезде бір жолға симаса, оны буынға бөліп тасымалдауға болады. Мысалы, волейбол сөзінде 3 буын бар. Волейбол. Оны 2 жолмен тасымалдауға болады. Біріншісі волейбол, екіншісі волейбол деп. Паровоз деген сөзде 3 буын бар. Бірінші тасымал түрі паровоз, екіншісі паровоз деп тасымалдаса болады. Вазелин сөзінде 3 буын бар екен. Вазелин. Бірінші түрі вазелин, екінші түрі вазелин. Вокзал 2 буын бар. Бір ғана тасымалдауға болады екен. Вокзал деп. Ал вальс деген сөзде балалар, бірақ буын, бір буын сөздерді тасымалдауға болмайды екен. Егер сөздер 3 буынды болса, 2 жолмен тасымалдауға болады екен. 2 буынды болса, 1 жолмен тасымалдауға болады екен. Ал буынға бөлінбейтін сөздерді тасымалдауға болмайды екен. Жарайсыңдар балалар, енді жұмыс дәптеріміздің 32-ші бетіндегі В әрпі бар сөздерді, сөйлемдерді қатесіз көркем жазайық. Жарайсыңдар, іске сәт.